Birinci сұрақ. Бөлшекті қысқартыңыз. 2 синус 50 бөлінген косинус 40. Синус 50 косинусқа айналдыру үшін оны 90-нан азайтуымыз керек. Синус 50 тең болады. Косинусқа айналдырғанда 90 азайтылған 50. Сонда синус 50 тең болады. Косинус 40-қа. Синус 50-дің орнына косинус 40 жазатын болсақ, өрнекте 2 косинус 40 бөлінген косинус 40. Косинус 40-тар қысқарады. 2 қалады. Дұрыс жауабы А. Екінші сұрақ. Теңдеуді шешіңіз. Модульде 3х минус 6 тең 3-ке. Модульдік теңдеулерде екі жауапты қарастырамыз. Екі теңдеуді шешеміз. Біреу 3х минус 6 тең 3. Екіншісі 3х минус 6 тең минус 3. Бірінші теңдеуде 3х тең минус 6, екінші жағына плюс 6 болып өтеді. 9. Х тең 3-ке. Екінші теңдеуде 3х тең болады. Минус 6, екінші жағына плюс 6 болып өтеді. 6 минус 3 3-ке тең. Х тең 3-ті 3-ке бөлсек 1. Бұны дұрыс жауабы 1 және 3. А жауабы. Үшінші сұрақ. Теңдеулер жүйесін шешіңіз. 2-нің х дәрежесі көбейтілген 3-нің y дәрежесі тең 12-ге. Екінші теңдеу 2-нің y дәрежесі көбейтілген 3-нің х дәрежесі тең 18-ге. Осы екі теңдеуді бір-біріне көбейтетін болсақ, 2-нің х дәрежесі көбейтілген 3y көбейтілген 2-нің y дәрежесі көбейтілген 3х тең 12-ні 18-ге көбейтсек 216. Енді негіздер бірдей болған 2-нің х дәрежесі және 2-нің y дәрежесі көбейткен кезде дәрежеден қосып жазамыз. Көбейтілген 3-те де дәл солай. 3y пен 3х негіздері бірдей, дәрежеден қосып жазамыз. Тең 216-ға. Енді дәрежелер бірдей болса, екеуін бір жақшамен жазсақ болады. Сонда 2 көбейтілген 3. Ортақ дәрежесі х плюс y. Тең 216. 2 көбейтілген 3 деген 6. 6-ның х плюс y дәрежесі. Ал 216-ның 6-ның дәрежесінің түрінде жазуға болады. 6-ның кубы болады. Сонда х плюс y бізде 3 шығады. Y тең 3 минус х деп өрнектеп алып, бірінші теңдеуде y-тің орнына 3 минус х қойсақ. 2х көбейтілген 3. 3-тің 3 минус х дәрежесі. Ол тең болады 12-ге. Бұл жерден 2-нің х дәрежесі көбейтілген 3-тің кубы минус х дәрежесін бөлімде жазсақ болады. 3-тің х дәрежесі тең болады 12. Бұл жерден 2-нің х дәрежесі 3-тің х дәрежесі ортақ дәрежемен жазсақ болады. 2 бөлінген 3 х дәрежесі тең болады 12-ні 27-ге бөлсек 3-ке қысқарады. Сонда 4 бөлінген 9. Ал 4 бөлінген 9 деген 3-тен 2-нің х дәрежесі тең болады 4 бөлінген 9. Ол 3-тен 2-нің квадраты. Сонда х тең 2 шығады. Х тең 2. Y тең 3 минус х-тің орнына 2-ні қойсақ, y тең 3 минус 2 1 болады. Дұрыс жауабы 2 мен 1. Д. Төртінші сұрақ. Автобус тұрақты жылдамдықпен бір қалыпты жүріп 2 сағатта 144 км жол жүрді. 5 сағатта осы жылдамдықпен неше километр жол жүретінін табыңыз. Ол үшін біз пропорцияны қолданамыз. 2 сағатта 144 км жол жүрсе, 5 сағатта белгісіз х километр жол жүреді. Х табу үшін 5 пен 144 көбейтеміз, 2-ге бөлеміз. Х тең 5 көбейтілген 144 бөлінген 2. 144 пен 2 2-ге қысқарады. 72. 72 5-ке көбейтсек 360. 5 сағатта 360 км жол жүреді. С жауабы.
5-ci сұрақ. Log 4 негізінде x минус 2 кіші 2-ден теңсіздігін шешіңіз. Алдымен анықталу болсын жазып алайық. X минус 2 үлкен 0-ден x үлкен 2-ден. Енді теңсіздіктің екі жағында 4-тің дәрежесінде жазамыз. Сонда 4 log 4x минус 2 4-тің квадраты. 4-тің log 4 дәрежесі x минус 2 болады. Кіші 4-тің 2 дәрежесі 16. X кіші 18-ден. Анықталу болса x үлкен 2-ден. X сандар координатасында x үлкен 2-ден. Екіншісі x кіші 18-ден. Екеуінің ортасы 2 мен 18-дің арасы болады. Екеуіне де қиылысқан жер 2 мен 18. Е жауап. 6-шы сұрақ. Теңсіздіктер жүйесін шешіңіз. 2-ның x дәрежесі кіші немесе тең 8-ден. Log x LGX кіші немесе тең 4-ден. Бірінші теңсіздікте 2-ның x дәрежесі кіші немесе тең 8 ол 2-ның 3 дәрежесі. Онда x кіші немесе тең 3-ден. Екінші теңсіздікте анықталу болсын табатын болсақ, x үлкен 0-ден. LGX-тің негізі, логарифмның негізі 10 болған үшін, екі жағында 10-ның дәрежесінің түрінде жазамыз. Сонда 10 LGX кіші немесе тең 10-ның 4 дәрежесіне. Бұл жерден x шығады, x кіші немесе тең 10-ның. Анықталу бойынша x 0-ден үлкен. Және x 10-ның кіші. Сонда x 0-дің арасында және 10-ның арасында орналасқан. Біріншісінде x 3-ден кіші болса, екіншісінде x 0 мен 10-ның арасында орналасқан. Екеуінің қиылысқан жерін алатын болсақ, 0-ден 3-ке дейін. 0 ашық, 3 жабық болады. Жауабы D. 7-ші сұрақ. Шектеусіз кемімелі геометриялық прогрессияның қосындысын табыңыз. 1, 3-2, 9-дан 4. Шексіз кемімелі геометриялық прогрессияның қосындысының формуласы S тең B1 бөлінген 1 минус Q. Бұл жерде Q-ді табу үшін екінші мүшесіне бөлеміз бірінші мүшесіне. Ол 3-тен 2-ні 1-ге бөлсек, 3-тен 2 болады. Енді формулада орындарына қоятын болсақ, бірінші тұрған мүше 1 бөлімінде 1 азайтылған Q. Q бізде 3-тен 2 болып шықты. 1 бөлінген 1-ден 3-тен 2-ні азайтсақ, 3-тен 1 болады. Енді 1 бөлу болғанда бөлшектің ал мен бөлімді ауыстырамыз, көбейтуге айналдырамыз. 3 пен 1 ол тең болады 3-ке. Дұрыс жауабы D. 8-ші сұрақ. Fx тең 3x плюс 4 көбейтілген түбірасты x функциясы берілген. F туынды 1-ді табыңыз. Алдымен біз функцияның туындысын тауып алуымыз керек. Ол үшін жақшаны ашып жазатын болсақ, бізге ыңғайлы болады. Fx тең 3x түбірасты x 3x түбірасты x қосылған 4 түбірасты x. Түбірасты x деген x-тің 2-ден 1 дәрежесі. Сонда 3x бөлінген x-тің 2-ден 1 дәрежесі қосылған 4x x-тің 2-ден 1 дәрежесі.
ол тең болады 3x-тің 1 дәрежесі қосылған 2-ден 1 дәрежесі 2-ден 3 дәрежесі болады. Қосылған 4x-тің 2-ден 1 дәрежесі. Енді f x-тің туындысын тапсақ болады. Ол тең болады 3 көбейтілген 2-ден 3 x 2-ден 1 дәрежесі қосылған 4 көбейтілген дәрежесі 2-ден 1 алдына коэффициент болып түседі. Көбейтілген x 2-ден 1-ден 1 азайтсақ минус 2-ден 1 болады. Енді тең 3 пен 2-ден 3 көбейтсек 2-ден 9 x 2-ден 1 дәреже ол түбір асты x қосылған 4 пен 2-ден 1-ді көбейтсек 2 x-тің минус 2-ден 1 дәрежесі ол 1 бөлінген x 2-ден 1 дәрежесі ол түбір асты x. Енді осы x-тердің орнына 1-ді қойып шығатын болсақ f туында 1 тең болады 9 бөлінген 2 көбейтілген түбір астында 1 ол 1-ге тең қосылған 2 көбейтілген 1 бөлінген түбір асты 1 ол 1-ге тең. Сонда 2-ден 9 қосылған 2 4 жарымға 2-ні қоссақ 6 жарым. Дұрыс жауабы Б. 9-шы сұрақ тең бүйірлі трапецияның табандары 11 дециметр және 23 дециметр. Бүйір қабырғасы 10 дециметр болса, биіктігін табыңыз. Табаны 11 және 23. Бүйір қабырғасы 10. Биіктік түсіретін болсақ, екі биіктіктің арасы 11 болса, 23-тен 11-ді азайтқанда 12. 12 дегеніміз осы жерлер 12 болады. Дегенде 2-ге бөлетін болсақ 6-6-дан болады. Енді бізде тік бұрышты үш бұрыш шықты. Bir қабырғасы, bir катет 6, екінші катет биіктік белгісіз, гипотенузасы 10. Енді сол белгісіз катетті биіктіксіз табу үшін гипотенузаның квадратынан белгілі болған катеттің квадратын азайтамыз. 10-ның квадраты 100, 6-ның квадраты 36, 100-ден 36-ны азайтсақ 64. Сонда биіктік түбір асы 64, 8-ге тең. Дұрыс жауабы С. 10-шы сұрақ тік призманың табан қабырғасы 10 см болатын квадрат. Биіктік 18 см-ге тең. Бүйір қыры мен табанның диагоналы арқылы жүргізілген қиманың ауданын табыңыз. Табаны квадрат, биіктігі бізге бүйір қыры мен табанның диагоналы арқылы жүргізілген қиманың ауданын табу керек. Табанның қабырғасы 10 см болса, квадрат болған соң диагоналы 10 түбір асты 2 болады. Ал биіктігі 18 болса, ауданды табу үшін 18-ді көбейтеміз. 10 түбір асты 2-ге тең болады 180 түбір асты 2. С жауабы. 11-ші сұрақ шексіз кемімелі геометриялық прогрессияның қосындысы 21-ге. Q тең 21-ден 20-ға тең. Прогрессияның бірінші мүшесін табыңыз.
шексіз кемел геометриялық прогрессияның қосындысының формуласы S тең B1 бөлінген 1 минус Q. Ал бірінші мүшені табу үшін біз S-ті көбейтеміз 1 минус Q-ға. Мұнда B1 тең болады. S бізде қосындысы 21-ге тең. Көбейтілген 1 азайтылған 21-ден 20. Ол тең болады. 21 көбейтілген 1-ден 21-ден 20 азайтсақ, ортақ бөлім 21. 21-ден 20 азайтқанда 1. 21 мен 21 қысқарады, 1-ге тең болады. Сонда бірінші мүше 1-ге тең. А жауап. 12-ші сұрақ. Синус 15 градустың мәнін табу керек. Синус 15-дің мәнін табу үшін біз косинустың қосбұрыш формуласын пайдаланамыз. Косинус 30 тең болады 1 азайтылған 2 синус квадрат 15. Косинус 30 азайтылған 1 бөлінген минус 2. Ол тең синус квадрат 15-ге тең. Минус үстіне шығарсақ синус квадрат 15 тең болады 1 азайтылған косинус 30 бөлінген 2. Синус 15 тең болады түбір астында 1 азайтылған косинус 30 мәні түбір асты 3 бөлінген 2. Ол тең болады түбір астында 1 азайтылған 2-ден түбір асты 3 болса, онда 2 азайтылған түбір асты 3 бөлінген 2 бөлінген 2, ол бөлінген 4-ке тең. Түбір астында 2 минус түбір асты 3-ті түбірден шығара алу үшін біз 2 көбейтеміз алымында бөлімінде. 4 азайтылған 2 түбір асты 3. Бұл жерде түбірден шығару үшін 2 санды табуымыз керек. 2 санды қосқанда 4, көбейткенде 3 шығатындай. Ол сандар 3 пен 1. 3 пен 1-ді қоссақ 4, көбейтсек 3 шығады. Сонда түбір астында 3 азайтылған түбір астында 1 болады. Бөлінген түбір асты 8, ол 2 түбір асты 2. Ал бөлімде иррационалдан құтылу үшін алымында бөлімінде түбір асты 2 көбейтуіміз керек. Бөлімде 2 түбір асты 2 көбейтсек 4. Алымында түбір асты 2-ні түбір асты 3 минус 1-ге көбейтсек түбір асты 6 минус түбір асты 2. Жауабы Б. 13-ші сұрақ. Теңсіздіктер жүйесін шешіңіз. Бірінші теңсіздік 3х квадрат минус х үлкен 0-ден, екінші теңсіздік х кіші 0-ден. Бірінші теңсіздік шешкенде жіктейміз. Көбейткіштерге жіктейміз. Х шығарсақ 3х минус 1 үлкен 0-ден. Бұл жерден теңсіздіктің 0-ден тауып аламыз. Х тең 0, 3х минус 1 тең минус 1 тең 0 болса, х тең 3-тен 1. Координатаға салған кезде 0 және 3-тен 1. Оң жақ х-тің және 3х-тің таңбасы плюс болған үшін оң жақ плюс, минус плюс болады. Ал 0-ден үлкен болған үшін плюс жақтарын аламыз. Екінші теңсіздік х кіші 0-ден. Х 0-ден кіші болса, сол жағын аламыз. Енді екеуінің қиылысқан жағы х минус шексіздіктен 0-ге дейін. Дұрыс жауабы Б. 14-ші сұрақ. Y x-тен y тең болады x көбейтілген 5-ші түбірде x функциясының алғашқы функциясын табыңыз. Y-ті алдымен x-тің функциясы түрінде жазып алайық. X-тің дәрежесі түрінде жазып алайық. X көбейтілген
5-ші түбірдегі x деген ол x-тің 1 бөлінген 5 дәрежесі. Негіздер бірдей болған соң екеуін көбейткенде дәрежелерін қосам, сонда x-тің 5-тен біріншісінде 1 дәреже, екіншісінде 5-тен 1 дәреже, 5-тен 6 болады екен қосқан кезде. Интеграл x-тің 5-тен 6-сы тең болады. Дәрежелердің интегралын алған кезде дәрежесіне 1-ді қосамыз. 5-тен 6 қосылған 1, және дәл сол дәрежедегіне бөлеміз. Қосылған с тең x-тің 5-тен 6 қосылған 1, 5-тен 11 бөлінген 5-тен 11 қосылған с. 5-тен 11 деген ол коэффициентке жазған кезде айналып 11-ден 5 болып жазылады. X-тің 5-тен 11 дәрежесі деген 5-ші түбір астында x-тің 11 дәрежесі қосылған с. Дұрыс жауабы Б. 15-ші сұрақ. Тең бүйірлі үшбұрыштың сыртқы бұрыштарының бірі 60 градус, ал бүйір қабырғасына түсірілген биіктігі 17 см. Үшбұрыштың табанын анықтаңыз. Тең бүйірлі үшбұрыштың табан бұрышының табанындағы сыртқы бұрыш 60 градус болуы мүмкін емес. Өйткені егер 60 градус болса, ішкі бұрышы 120 градусқа тең болады. Екінші табан 120 градус. Ол қосқанда 180-нен асып кетеді. Онда сыртқы бұрыш 60 болатын, ол төбесі болады. Төбесіндегі бұрыштың сыртқы бұрышы 60 градус болса, ішкі бұрышы 120 градус болады. Ал қалған 180 болу үшін қалған екі бұрыш 60 шығу керек. Онда бір бұрышы 30, екінші бұрышта 30. Бүйір қабырғасына биіктік түсіретін болсақ, ол үшбұрыштың сыртында болады. Он 17 сантиметрге тең. Жаңа үшбұрыштың тікбұрышты үшбұрыш бір қабырғасы 30, екінші қабырғасы бір бұрышы 30, екінші бұрыш 60 және тікбұрыш. Ал 30-60-90 деген үшбұрышта 30-дың қарама-қарсысындағы қабырға гипотенузаның жартысына тең. Онда гипотенуза бізде табан болған үшін 2 көбейткен 17, 34-ке тең болады. Дұрыс жауабы Б. 16-ші сұрақ. Бөлшек бөліміндегі иррационалдан құтылыңыз. Иррационалдан құтылу үшін бөлімдегі өрнектің плюспен жазылған өрнекпен көбейтуіміз керек. 81 бөлінген түбір асты 6, азайтылған түбір асты 3, 4 дәрежесі. Дәл соның плюспен көбейтеміз. Қосылған түбір асты 3, 4 дәрежесі бөлінген түбір асты 6, азайтылған қосылған түбір асты 3, 4 дәрежесі. Бөлімді бір-біріне көбейтетін болсақ, 6 азайтылған 3 болады, 3-тің 4 дәрежесі. Алымында 81 көбейтілген түбір асты 6, қосылған түбір асты 3-тің 4 дәрежесі. 3-тің 4 дәрежесі ол 81 болады. 81 мен 3-тің 4 дәрежесін қысқартсақ болады. Сонда түбір асты 6, қосылған түбір асты 3-тің 4 дәрежесі. Енді соны жақшаны ашатын болсақ, жақшаны ашу үшін 4 дәреже емес, бірінші квадратта ашамыз. Түбір асты 6, қосылған түбір асты 3-тің квадраты, сосын оның квадратын табамыз. Түбір асты 6, қосылған түбір асты 3-тің квадраты 6, қосылған 2 түбір асты 6 мен 3-ті көбейтсек 18, қосылған 3 квадрат тең болады. 6 мен 3 9, қосылған 2.
Түбір асты 18, ол 3 түбір асты 2-ге тең. Соның квадраты 9 қосылған 6 түбір асты 2-нің квадраты. Квадраттағында 81. Қосылған 9 бен 6-ны көбейтсек 54. 2 көбейтсек 108. 108 түбір асты 2. Қосылған 6 түбір асты 2-нің квадраты 36 көбейтілген 2 72. Бәрін қосатын болсақ 81 72 153. Қосылған 108 түбір асты 2. Ортақ көбейткіш 9. 9-ды жақшадан шығарсақ 17 қосылған 12 түбір асты 2. Дұрыс жауабы Д. 17-ші сұрақ. Тапсырманы 20 жұмысшы 6 күнде орындау керек. Тапсырманы межелеген күннен бұрын орындау үшін жұмысшылар саны 20%-ға арттырылды. Тапсырма неше күнде ерте орындалды? 20 жұмысшы 6 күнде. Ал 20% жұмысшылардың саны 20%-қа артатын болса, онда 20-ның 20% 4. 4-ке артса 24 жұмысшы X күнде. Бұл жерде жұмысшылардың саны артқан сайын орындалатын уақыт қысқара береді. Сол үшін бұл кері пропорция болады. Кері пропорцияда бір-біріне көбейтеді. Қарама-қарсы емес, бір-біріне көбейтеді. 20 көбейтілген 6 тең болады 24x. X тең 120 бөлінген 24. Ол 5-ке тең. Сұрақта неше күнде ерте орындалды деп сұрап тұр. Бізде 6 күнде орындалатын жұмыс 5 күнде орындалды. Онда 1 күнге ерте орындалған болады. Дұрыс жауабы С. 18-ші сұрақ. Теңсіздіктер жүйесін шешіңіз. Тангенс x кіші немесе тең 0-ден, косинус x үлкен немесе тең түбір асты 3 бөлінген 2-ден. Бірлік шеңберде тангенс x график осындай болса, 0-ден кіші болғанда минус 90 мен 0-дің арасында болады. Косинус түбір асты 3 бөлінген 2. 2 жерде болады. Енді соның арасы минус пи бөлінген 6-дан қосылған 2 пика кіші немесе тең x кіші немесе тең пи бөлінген 6 қосылған 2 пика. Екеуінің қиылысқан жері минус пи бөлінген 6-дан 0-ге дейін. Минус пи бөлінген 6 қосылған 2 пика кіші немесе тең x-тен кіші немесе тең 0 2 пика. Дұрыс жауабы Б нұсқасы. 19-ші сұрақ. Табаны 10, бүйір қырлар 13 болатындай тең бөлі үшбұрышқа іштей және сырттай сызылған шеңбердің радиустарын табыңыз. Алдымен үшбұрыштың ауданын табуымыз керек. 10, 13, 13. Биіктік түсіретін болсақ, 10-ды 2-ге бөлек 5-5-тен. 5. Сол биіктік табу үшін тікбұрышты үшбұрыштың Пифагор теоремасын пайдаланамыз. Гипотенуза 13, бір катет 5, енді екінші катет биіктік. Онда биіктік квадрат қосылған 5 квадрат тең болады 13 квадрат. Биіктік квадрат тең 169-дан 25-ті азайтсақ, биіктік квадрат 144 болады. Онда биіктік түбір асты 144 12-ге тең. Биіктік 12. Ал үшбұрыштың ауданы биіктік көбейтілген табан бөлінген 2.
122 бөлсек 60. Үш бұрышқа іштей сызылған шеңбердің радиусын пайдаланып ауданын табу үшін πr формуласын пайдаланамыз. Бұл жерде π деген периметрдің жартысы деген іштей сызылған шеңбердің радиусы аудан 60 тең болады π 10, 13, 13-ті қоссақ 36, жартысы 18 көбейтілген r. Сонда радиус тең болады 60 бөлінген 18. 6-ға қысқаратын болса 10 бөлінген 3. Ал сырттай сызылған шеңбердің радиусын табу үшін ABC бөлінген 4r деген формуласын қолданамыз. Бұл жерде r сырттай сызылған шеңбердің радиусы, ABC үш бұрыштың үш қабырғасы бөлінген 4s, s аудан. Қабырғаларын жазатын болсақ 10 көбейтілген 13 көбейтілген 13 бөлінген 4 s бізде аудан 60-ға тең. 10 бен 60 қысқаратын болса 6. Сонда тең болады 13 бен 13 көбейтсек 169, 4 бен 6 көбейтсек 24. 169-дан 24. Ал ішкі шеңбердің радиусы 10 бөлінген 3. Дұрыс жауап А. 20-шы сұрақ. 4 бұрышты дұрыс қиық пирамиданың биіктігі 7 см-ге тең, табандарының қабырғалары 10 см-ге және 2 см-ге тең. Қиық пирамиданың көлемін табыңыз. Қиық пирамидаға шетінен қараған кезде трапеция сияқты болады. Бір табан 2 см, екінші табан 10 см. Биіктігі 7 см. Бұл жерде біз табаны 10 см болатын бір пирамидадан, толық пирамидадан табаны 2 см болатын пирамиданың көлемін алсақ, азайтсақ, сонда біздің қиық пирамиданың көлемі шығады. Енді осы жерде кіші үш бұрыштың үлкен үш бұрышқа қатынасын тауып, биіктігін тауып аламын. Үлкен үш бұрыштың биіктігін тауып аламын. X болса, табан астындағы 7. Сонда кіші үш бұрыштың табаны мен үлкен үш бұрыштың табаны 2 бөлінген 10. Кіші үш бұрыштың биіктігі мен үлкен үш бұрыштың биіктігі x плюс 7. Осы жерден пропорция арқылы 2x қосылған 14 тең 10x, 8x тең 14, x тең 4-тен 7. Кіші пирамиданың көлемі 3-тен 1 көбейтілген табанның ауданы көбейтілген биіктік тең болады 3-тен 1 табанның ауданы квадрат, қабырғасы 2 см болатын квадрат, ол 4-ге тең. Биіктігі x ол 4-тен 7-ге тең. Бәрін көбейткенде 4 пен 4 қысқарады. Сонда 3-тен 7 болады. Кіші пирамиданың көлемі 3-тен 7. Енді үлкен пирамиданың көлемін есептейміз. 3-тен 1 көбейтілген табаны 10 см болатын квадрат. Табаны 100-ге тең. Көбейтілген биіктік x қосылған 7. X 4-тен 7 болса, оған 7-ні қосқан кезде 7 қосылған 4-тен 7 тең болады 3-тен 1 көбейтілген 100 көбейтілген 7 4-тен 28, 7-ні қоссаң 35. 4-ге қысқартсам 25 тең болады. Алымында 25 мен 35-ті көбейтсек 875 бөлінген 3. Ал қиық пирамиданың көлемі үлкеннен кішісін азайтқан кезде 3-тен 875 азайтылған 3-тен 7
Azaytkan кезде 868 bölüngen 3. Ол тең болады 289 бүтін 3-тен 1. Дұрыс жауабы С. 21-ші сұрақ. Бөлшектің бөліміндегі иррационалдықтан құтылыңыз. Иррационалдан құтылу үшін бөліміндегі түбірасты болса, онда алымында бөлімді сол түбірастыға көбейтеміз. X квадрат минус 4 бөлінген түбірастында x плюс 2. Оны көбейтеміз. Түбірасты x плюс 2 бөлінген түбірасты x плюс 2-ге. Бөлімде екі түбірасты x плюс 2 мен түбірасты x плюс 2 көбейткенде түбір жойылады. X плюс 2 қалады. Ал алымында түбірастында x плюс 2, x квадрат минус 4-ті жіктеп жазатын болсақ, x минус 2, x плюс 2. Бұл жерде жаңа алымда бөлімде x плюс 2 қысқарады. Сонда түбірастында x плюс 2 және x минус 2. Жауабы, дұрыс жауабы А. Егер түбірдің екеуінде түбірдің астына жазатын болсақ, онда x минус 2-ні квадраттап кіргізуіміз керек. Сонда түбір астында x минус 2 квадрат, x плюс 2. Тағы бір жауап Аш. 22-ші сұрақ. Тангенс x бөлінген 5 тең 0 теңдеуді қанағаттандыратын x-тің мәндерін табыңыз. X бөлінген 5 тангенс 0-де және 180-де 0-ге тең болады. X бөлінген 5 тең болады 0 қосылған пика. Бұл жерден x тең болады 5 пика. К-ның орнына бүтін сан қоятын болсақ, А шығу мүмкін, С шығу мүмкін, Е шығу мүмкін. 23-ші сұрақ. Теңдеулер жүйесін шешіңіз. Синус x азайтылған синус y тең 1-ге, синус x квадрат қосылған косинус квадрат y тең 1-ге. Екінші теңдеуде косинус квадрат y-тің орнына 1 минус синус квадрат y деп жазып аламын. Сонда синус квадрат x қосылған 1 азайтылған синус квадрат y тең 1-ге. Сонда бірлер қысқарып кетеді. Синус квадрат y минус синус квадрат x азайтылған синус квадрат y екі жақшаға бөліп алуға болады. Синус x азайтылған синус y. Екіншісінде синус x қосылған синус y тең 0-ге. Бірінші теңдеуде берілген синус x азайтылған синус y 1-ге тең. Сонда синус x қосылған синус y 0-ге тең болады. 0-ді 1-ге бөлсек 0 болады. Ал бірінші теңдеуді формасына жазатын болсақ, синус x азайтылған синус y тең 1-ге. Екеуін қосатын болсақ, 2 синус x синус y-ді жойылады тең 1-ге. Сонда синус x тең 2-ден 1-ге. Синус y тең минус 2-ден 1-ге. Бұл жерден x тең болады. Арк синус 2-ден 1 пи бөлінген 6-ға тең. Минус 1-тің К дәрежесі пи бөлінген 6 қосылған пи n. Y
тең минус 1'дің k дәрежесі. Арк синус минус 2'ден 1 ол. Минус π бөлінген 6. Қосылған πn. Енді 2 алдындағы минус 1. Қосып жібердік. Минус 1'дің k плюс 1 дәрежесі болды. Көбілген π бөлінген 6. Қосылған πn. Дұрыс жауабы 24-ші сұрақ. Асан бір сан ойлады. Егер ол сол санға ойлаған санның 50%-іне тең санды қосып 15-ке бөлгенде 15 шығады. Асанның ойлаған санының бөлгіштерін табыңыз. Асанның ойлаған санын x деп алатын болсақ, x-тің 50%-і 0,5x. Қосатын болсақ 0,5x 15-ке бөлеміз. Сонда 15 шығады. 1,5x тең 15-ке көбейтсек 225. X тең 225-ті 1,5-ға бөлсек 150. 150-ге бөлінетін сандар 75 және 30. 25-ші сұрақ. Модульдегі теңсіздіктің натурал шешімдері бола алатын сандарды көрсетіңдер. Теңсіздік модульде болған үшін алдымен модульдің ішіндегі санның қай кезде оң сан, қай кезде теріс сан болатынын анықтауымыз керек. X квадрат минус 2x минус 6 нөлден үлкен десек. Теңсіздік шешу үшін теңестіріп аламыз нөлмен. Минус 6 тең 0. Бұл жерде дискриминанттарын табатын болсақ, b квадрат 4 минус 4a 1c минус 6 тең болады. 4 қосылған 24, 28. x1 бізде 2 минус төберасты 28 бөлінген 2. Төберасты 28 дегеніміз 2 төберасты 7. 2 минус 2 төберасты 7 бөлінген 2, ол тең болады 1 минус төберасты 7. x2 тең болады 2 плюс төберасты 28 бөлінген 2, ол қысқарып 1 плюс төберасты 7 болады. Координатада сызатын болсақ 1 минус төберасты 7 1 плюс төберасты 7. Ең үлкен дәреже x квадрат, оның таңбасы плюс болған үшін. Оң жақ плюс, ортада минус, сол жақта плюс. Плюс болған жағдайда модульден өзі шығады. X квадрат минус 2x минус 6 үлкен 9-дан. X квадрат минус 2x 9 сол жаққа өтсе минус 15 үлкен 0-ден. Енді осы теңсіздік шешетін болсақ, дағы 0-ге теңестіріп аламыз. X квадрат минус 2x минус 15 тең 0-ге. Бұл жерден дискриминант тең 4 минус 4 көбейтілген a 1-ге тең. С минус 5-ке тең, минус 15-ке тең. Плюс қайналады, көбейтілген 15 тең 64. x1 2 минус b 2 болады. Қосылған төберасты 34, 8 бөлінген 2, 10-ді 2-ге бөлсек 5. Ал x2-міз x2 тең 2 минус 8 бөлінген 2. Ол минус 6 минус 3 болады. Енді бұл жердегі жағдай қарастыратын болсақ, минус 3 5 оң сан, теріс сан, оң сан. Бізге оң сандар керек, 0-ден үлкендер. Бірақ 1 плюс төберасты 7-ден үлкен болу керек.
да тек қана 5-тен үлкен сандарды аламыз. Келесі теріс болған жағдайды қарастырайық. Модульден теріс сан шығатын кезде алдына минус қоямыз. X квадрат минус 2x минус 6 үлкен 9-дан. Минус санды оң жағына өткізетін болсақ, онда x квадрат минус 2x минус 6 таңбасы да ауысады. Кіші минус 9-дан. Бұл жерден x квадрат минус 2x минус 6 минус 9 плюс болып өтсе, плюс 3 кіші 0-ден. Дискриминант тең болады 4 минус 4 көбейтілген 3 минус 8. Дискриминант 0-ден кіші болса, онда шешім болмайды. Ал сол жақты қарастырмаймыз, өйткені бір азайтылған төбірасты жеті, ол теріс сан, бізге тек қана натурал сандар керек. Сонда жауабы 5-тен үлкен натурал сандар болады. 5-тен плюс x дейін. Ал жауабында ондай натурал сандардан 6, 8, 7. 26-шы сұрақ. Теңдеулер жүйесінің шешімі болатын сандар жұбының қосындысы мен көбейтіндісіне тең бола алатын сандарды табыңыз. Бірінші теңдеуді минус 5 пен көбейтіп жазатын болсақ, минус 5 бөлінген x азайтылған 5 бөлінген y тең болады минус 35. Екінші теңдеуді өзін жазатын болсақ, 2 бөлінген x қосылған 5 бөлінген y тең болады 29. Осы екі теңдеуді бір-біріне қосатын болсақ, минус 5 бөлінген y пен плюс 5 бөлінген y жойылады. Минус 5 бөлінген x қосылған 2 бөлінген x, олар минус 3 бөлінген x болады. Ал оң жағында минус 35 плюс 29 минус 6-ға тең. Бұл жерден x тең болады минус 3 бөлінген минус 6, яғни 2-ден 1. Енді y-ті табу үшін x-ті орнына 2-ден 1 деген қоям. 1 бөлінген 2-ден 1 қосылған 1 бөлінген y тең болады 7-ге. Бұл жерде 1 бөлінген 2, ол бөлінген санның алы мен бөлін ауыстырып жазғанда 2 болады. Қосылған 1 бөлінген y тең 7-ге. 1 бөлінген y тең болады 7-ден 2-ні азайтсақ 5. Сонда y тең 5-тен 1. Ал енді екі санды қосатын болсақ, x плюс y 2-ден 1 қосылған 5-тен 1, ол тең болады. Ортақ бөлім 10, 10-нан 7. Ал көбейтетін болсақ, x көбейтілген y тең болады 10-нан 1. Дұрыс жауап Е және G. 27-ші сұрақ. fx функциясы үшін f туынды екі мәні жатқан аралықтарды табыңыз. Бұл жерде алдымен fx-тің туындысын тауып алуымыз керек. Сонда f туынды x тең болады. x кубтың дәрежесі 3 түседі. Ал дәрежесі квадратқа айналады. 3 минус 1, 2 болады. Азайтылған x квадраттың дәрежесі коэффициентқа айналады. Дәрежесі бір азайтамыз. Сонда x-тің дәрежесі. Азайтылған 3x-тің туындысы 3, 7-нің туындысы 0. Сонда f туынды x тең болады 3 пен 3 қысқарса x квадрат минус 2x минус 3. Енді f туынды 2-ні қоятын болсақ, x-тің орнына 2-ні қоятын болсақ, 2-нің квадраты 4 минус 2 көбейтілген 2 4 минус 3. 4 минус 4 минус 3, ол минус 3-ке тең. Ал минус 3 деген бізде минус шексіздік пен 0-дің арасында жатыр. Сосын минус 3 пен 0-дің арасында жатыр. Жауабы Б мен Е. 28-ші сұрақ. Қабырғаларының ұзындықтары 13, 14 және 15 болатын үш бұрыштың ең кіші биіктігіне тең жауаптар. Ең кіші биіктікті табу үшін алдымен ауданды табамыз.
сол ауданды қабырғалардың ең үлкеніне бөлгенде ең кіші биіктік шығады. 3 қабырғасы берілген болса, онда Герон формуласы арқылы табуға болады. Герон формуласы S тең болады түбір астында P азайтылған A, P азайтылған B, P азайтылған S. Ал P дегеніміз периметрдің жартысы, ол деген 13 қосылған 14 қосылған 15 бөлінген 2. Үшеуін қоссақ 42, 2 бөлсек 21. Сонда S тең болады түбір астында 21 көбейтілген 21 азайтылған 13 көбейтілген 8, 21 азайтылған 14 көбейтілген 7, 21 азайтылған 15 көбейтілген 6. Жай көбейткіштерге жіктейтін болсақ, 21 бізде 3 көбейтілген 7 көбейтілген 2 көбейтілген 2-нің 3-ші дәрежесі көбейтілген 7 2 көбейтілген 3. Бұл жерден 3 2 рет кездесіп тұр, 7 2 рет кездесіп тұр, 2 4 рет кездесіп тұр. Онда түбірден шыққан кезде 3 көбейтілген 7 көбейтілген 2-нің квадраты. Ол тең болады 21 көбейтілген 4 84. Ал ауданды биіктік және табан арқылы табу үшін табудың формуласы B көбейтілген биіктік бөлінген 2. Сонда 84 тең болады. B бізде ең үлкен қабырғаны аламыз. Ең кіші биіктік табу үшін ең үлкен қабырғаны аламыз. 15 көбейтілген биіктік бөлінген 2. Бұл жерде биіктікті табу үшін биіктік тең болады 84 2 көбейтсек 168 бөлінген 15. Биіктік сонда 11,2 болады. Жауап 11,2. Тағы басқа 56-ны 5-ке бөлгенде 11,2 шығады. 29-шы сұрақ. fx функциясы берілсе, f туынды x тең 0 теңдеуінің түбірлері жатқан аралықты табыңыз. Бұл үшін алдымен f туындысын тауып аламыз. F туынды x тең болады x квадраттың туындысы 2x минус 2 көбейтілген ln x 4 дәрежесі 4-ті коэффициентқа жібереміз. Ал ln x-тің туындысы 1 бөлінген x. Енді соны 0-ге теңестіретін болсақ, 2x минус 8 бөлінген x тең 0-ге. Екінші жағын өткізетін болсақ, 2x тең 8 бөлінген x. Сонда пропорциямен көбейтсек 2x квадрат тең 8. Бұл жерден x квадрат тең 4, x тең плюс минус 2. Ал плюс минус 2-ні белгілейтін болсақ, минус 5 пен минус 2-нің арасында жоқ. Минус 5 пен плюс 5-тің арасында бар. Минус 3 пен минус 4-тің арасында бар. Минус 3 пен минус 7-тің арасында бар. Бұнда Е, Ж, H 3 жауап бар. 30-шы сұрақ. СДЕФ параллелограмм. С нүктесі минус 4, 1, 5. Д нүктесі минус 5, 4, 2. Е нүктесі 3, минус 2, минус 1. F нүктесі X, Y, Z. Осы жерден X плюс Y плюс Z табу керек. Параллелограммда қарама-қарсы жатқан бұрыштың нүктелерін қоссақ, қарама-қарсы төбенің нүктелерін қосқанда бір-біріне тең болады. С нүктесі мен Е нүктесі қарама-қарсы жатыр, екеуін қоссақ тең болады. Д нүктесі мен F нүктесінің координаталарын қосқанға тең болады. Д плюс F. Сонда С плюс Е дегенде минус 4 плюс 3 1 минус 2 5 минус 1 ол тең болады. Д мен F. Д минус 5 плюс X 4 плюс Y 2 плюс Z. Сонда минус 4 плюс 3-іміз минус 1-ге тең. Ол тең болады минус 5 плюс X.
Бұл жерден x тең минус 5 сол жаққа плюс 5 болады. 5 минус 1-іміз 4 болады. X тең 4-ке. Келесі 1-ден 2-ні азайтсақ минус 1. Ол тең 4 плюс y-ке. Сонда y тең минус 1 минус 4 минус 5 болады. Сонда үшінші 5 минус 1-іміз 4. 4 тең болады 2 плюс z. Z деген бізде 2-ге тең. Енді x плюс y плюс z есептейтін болсақ, 4 минус 5 плюс 2 минус 1 1-ге тең. Дұрыс жауабы А.